Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмі кереметтей гнездо салатын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай кереметтей хит рецептерін жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін маринадтайтын боламыз. Тұз, қара бұрыш және паприкамызды салып, алдын ала қызып тұрған духовкамызге 180 градусқа қойып, 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің етіміз дайын болды. Толықтай суытамыз. Енді тауықтың төс етін толықтай суытып болған соң майдалап, көбіктеп турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Енді қиярымыз турайтын боламыз. Майдалап, көбіктеп тураймыз. Енді болгар қызыл бұрышын тураймыз, көбіктеп майдалап. Консервтегі жүгеріміз саламыз. Енді алдын ала қайнатып қойған жұмыртқамызды майдалап, көбіктеп турап шығамыз. Енді бізге салат салатын лаваштан тарелка жасаймыз. Осылай шұңқыр ыдысқа лавашымызды жаямыз. Қайшының көмегімен, кондитерский қайшының көмегімен кесіп аламыз. Жұмыртқаны сыртына жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста 5-10 минут пісіріп аламыз. Енді салатымыздың барлығын турап, дайындап болған соң майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз біріккенше. Татымына қарай тұз және бұрыш саламыз. Міне бізде лаваштан дайындалған тарелкамыз дайын болды. Енді біріккен салатымызды үстіне саламыз. Мен оформленияға бөденен жұмыртқасын алдын ала пісіріп, екіге бөліп қойып шықтым. Картофель пай салсаңыздар да болады, әдемі көрінеді оформления үшін. Міне біздің гнездо салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі хит рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.